Ярдақ жанкерлер, осылайша бүгінгі тағы бір қызықты жекпе-жек. 30-дан асып барғанда 40-қа таяп қалғанда дейтін. Ордабызар жастан асып қамалатын жасқа таяған екі азаматтың жекпе-жегі. Робсон Кавальканте және Мухаммаджан Курбанов. Бразилиялық жауынгер мен өзбекстандық файтер. Міне, өзіңіз байқағандай, Курбанов бірінші номермен шабуылдауға көшті. Бразилиялықта әккі жауынгер. Міне, басын тамаша бұғып қорған алуда. Курбанов қаншалықты тактикалық тұрғыда тең ойластырылған шабуыл жүйесін тарту ете алады. Тіке соққа Кавальканте тарапынан аяқпен жасалған. Бірақ Курбанов қашықтықты өте тамаша сезінуде. Барынша айқасының қарқынын, динамикасын бірден жоғарғы деңгейге бірақ шығарып тастады екі жауынгер. Бразилиялықтың жасаған соққысы қорғанысқа келіп келген болатын. Курбанов бірден жауап қатты. Курбанов солақай өзіне тән тұрысы арқылы қазір қашықтығын жақсылап өлшеуде. Енді Кавальканте осы тұста аяқпен соққы жасау арқылы өзін партерге жайғастыруға мүмкіндік беріп қойды. Курбанов мұна позициядан қанша дегенмен мүмкіндік бермейтін де сыңайлы өзінің қарсыласына. Бірақ енді естерімізге алатын бір жайт, ол Кавальканте джиу-джитсудан да өте жоғарғы деңгейлерге қол жеткізген жауынгер. Қазір міне соның бар шеберлігін көрсетіп қалуға тырысады. Өзбекстандық жауынгердің базасы әскери самбо. Ол енді нағыз бір әмбебап спорт түрлерінің бірі. Осы қазақстандық жекпе-жек үлгісіне өте жақын. Тек тұрып төбелесу, күрес әдістері барлығы үйлескен бір жерге тоғысқан спорт түрі. Жақсы, Курбанов қарсыласының арқасына қарай шықты. Қазір екі аяқты белдің тұсына салғаннан кейін осылай жазады, қарсыласты созады. Я болмаса әдеби түсінікті тілмен айтатын болсақ, керу дейді ғой, созу. Кавальканте ауға түскен балықтай қазір шыр айналып, өзіне бір ұрымтал сәтті іздеп жүр. Курбановтың қақпанынан шығып кететін. Айқас өте жақсы деңгейде. Әзірге бір тарапта Курбановтың сенімді соққылары, сенімді шабуылы, әсіресе қолтықтың астынан жіберіп жатқан соққылары Кавальканте үшін қанша дегенмен де қауіпті. Міне, қызарып кетті сол жағы бразилиялық. Шығып көруге талпыныс жасайды ма әлде? Курбанов өте тамаша бір әккі әдістің шетін шығаруда. Ол дегеніңіз осылай тек қана бір қолмен ғана емес, екі қолмен де жұмыс істеуде. Міне, бір қолды алқымына салды қарсыластың. Ек тұсына бір ауырту тәсілін жасап көрер Кавальканте. Өзінің арқасына жабысып алған қарсыласты жұлып тастайтын бір әдістің уақытын күтіп жүр, бірақ жоқ. Осымен айқастың да аяқталатын уақыты таяп қалған секілді. Курбанов ауыр соққыларын жауапсыз жаудыруда. Қорғану керек. Кавальканте және жекпе-жек аяқталды. Мухаммаджан Курбанов қанша дегенмен бүгін жанкүйерді біраз тәнті ете алды деп есептейміз. Өйткені осындай азулы қарсыласқа қарсы өзінің сенімді түрдегі жеңісін паш етті. Раундтың басында енді бір өзгерістер бола қалатын сыңайлы көрінген еді, бірақ жоқ, сенімді түрде ешқандай қиындық туындамады. Тек тұрып төбелесу сәтінде біраз сұрақтар бәлкім болған шығар, дегенмен қазір енді міне бразилиялықтың басын бұққан қалпы осылай өкініш өзегін өртеп
орнынан тұра алмай тұрған сәті. Ал енді Курбанов өзінің жеңісіне сенімді, жеңісіне өте енді қуанады әрине. Осындай жақсы бір азулы, бір шама белестерді, биіктерді бағындырған қарсыласты тізе бүктірген жауынгер. Міне, сенімді түрде Курбанов қазір қуанышын қарағандылық жанкүйерлермен бөлісуде. Әрине, қуанышы қойнына сыймай тұр деп те айтсақ болады. Бұл енді бара-бара Курбановтың да позициясы күшейеді деген сенімдеміз. Сонымен құрметті қадірлер мен мырзалар, бұл жекпе-жек бірінші раунд 3-ші минут 49-ші секундта тоқтатылды. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңнан қызыл бұрышы